Бүгін құрметті қонақтар, біздің мектебімізге қош келдіңіздер. Біз семинарымызды бастайық. Бізде бірінші математика физика бағытындағы оқушылармен жұмыс, lesson study, баяндайтын Өмірбек Жанет, Есімбек Инара, Оразбай Бақбердиев. Мектепте регламент 7-10 минут. Қазақстан тарих пәні мұғалімі Есімбек Динара, физика пәні мұғалімі Оразбай Бақбердиев және математика пәні мұғалімі Өмірбек Жанет. Біздің зерттеу тобымыз жалпы үшеуміздің бір себебіміз, үшеуміз бір мамандықта оқитын, бір бағытта оқитын оқушыларға сабақ береміз. Оқушыларымыз ортақ болғандықтан осы зерттеу тобы құруға болады. Енді сіздерге бүгін біз қандай жоспарды ұсынамыз және қандай нәрселерімізге пайдалы бола аламыз деген нәрселерді көрсетейік. Біріншісі бізде алғашқы топ құрылғаннан бастап жасаған жұмысымыз әрине бұл тақырыпты таңдау және біріншісі бізде зерттеу тобын таңдау. Біз әрқайсысында әртүрлі топтар бар, соның ішінде үшеумізге де ортақ екі түрлі топ болды. Сол екі топты салыстырмалы түрде бір-бірімен таңдап алған болатынбыз. Одан кейін нәтижелер. Біз осы зерттеудің нәтижесінде зерттеудің барысында, соңында қандай нәтижеге жеттік, соны көрсететін боламыз. Және сол нәтижеге жету үшін біз қандай зерттеу сабақтарын жүргіздік, оның ішінен нақты қандай әдістер мен ұсыныстарды қолдандық және сіздерге не ұсыналамыз деген сөз бойынша қорғайтын боламыз. Жалпы зерттеу тақырыбымыз біздің оқу әдістерімен 11-ші сынып оқушыларының өсу динамикасы. Яғни бізде 11-ші сынып ортақ болғандықтан, именно 11-ші сыныптарға қандай әдістер қолданамыз және олардың ұбт-ға дайындық барысында қандай көмегімізді тигізе аламыз деген мәселелерді қозғайтын боламыз. Енді біздің зерттеу тобының жалпы зерттеудің мақсаты. Біріншісінде ең басында сабақ барысында қараша айында өткен кезімізде бірінші сабағымызға қатысып зерттеу бар. Кімді таңдаймыз, қалай таңдаймыз, қандай деңгей бойынша таңдаймыз. Екіншісі, оларды біз темпераментіне қарай таңдайтын болып шештік, қабілетінен нәтижелерін біріктіру мақсатында. Үшіншісі, соған қарай таңдалған нақты әдіс тәсілдер арқылы зерттеу жұмысын істеуге ұсынылды. Келесі, бізде зерттеу барысында жаңағыдай қараша айында 5 айлық бізде зерттеу болды. Қараша айында ең алғаш тақырыптарды қалай бағамыз, қай бағытта жұмыс істейді деген сияқты. Сосын одан кейін оқушылардың жалпы деңгейіне шолу, бізде ай сайын тапсыратын тесттер бар, нәтижелер бар, соның бәрін алып бізде шолып шықты. Одан кейінгі ары қарай бізде біріміздің сабағымызға қатысу болды. Біз таңдаған оқушылардың ол сабақта қалай отыратынын бақылау біздің негізгі мақсатымыз болатын. Ең соңында жаңағы айтқанымыздай нақты әдіс тәсілдермен, ары қарай тәсілдермен сабақ барысында көрсететін сол бар. Бізде зерттеу топтары жаңағы айтқан MF1, MF2 деп айтамыз. Біз оның негізі математика физика бар, математика физика. Дәстүрлі сыныпта айтатын болсақ, 11-ға 11-б сыныптар бар. Бізде үш түрлі деңгей бойынша оқушылар А деген жоғары деңгейлі оқушы, Б деген орта деңгейлі, С деген төмен деңгейлі оқушылар. Бірінші математика. Бірінші енді біз оқушыларды тек өзіміздің сабағымызда ғана емес, басқа да сабақтарды зерттеу үшін бір-біріміздің сабағымызда үйрену жұмыстарын жүргіздік. Біз бейіндік пәнді айтып кеттік, математика және физика деп. Демек оқушылардың бағыты сол екі пәнге бағытталғанда, бұл жерде оқушылар жалпы айтқанда гуманитар емес. Олар гуманитарлық пәндерді ұнатпайды және одан қашқысы келеді. Мен оларға қалай олар ұнататын пән арқылы подход табуым керек деген мәселелермен бұл кісілердің сабағына қатыстым. Бұл жерде Жанет апайдың сабағында, математика сабағында қолданылған әдіс тәсілдер, дидактикалық тапсырмалар, бірнеше түрлі түсті берілген тапсырмалар, одан кейін топтық базу және тест бойынша АБЦ-ді топтарына бөлу. MF1 деген топтың өзінде жалпы жаңа көрсеттік қой, жоғары деңгейлі MF1-дің ішінде жоғары деңгейлісі бар, орта деңгейлісі бар және төмен деңгейлісі бар деген сияқты. Жалпы бірінші топ дегенімізбен әртүрлі деңгейлер кездеседі, сол бойынша топтарға бөлу, одан кейін ширек бойынша би және сергіту сәті деген сияқты тәсілдерді апай қолданды. Келесі, бұл жерде оқушыларды топқа бөлу бойынша апайдың қолданған тәсілдері бізде мамандыққа байланысты әр дұрыс жауап сайын оларға бір деталь беріп тұрады, оны құрастыру балаларға қызықты болады. Бұл негізі
соншалықты қатты тапсырмаға бағытталған нәрсе емес, бірақ оны құрастыру арқылы, мынаның барлығын жинап шығу арқылы балалардың ойы басқа да нәрселерге бөлінеді. И сабақтың соңында олардың нақты қандай мамандыққа барғысы келетіні туралы сауалнама жүргізуге болады оқушылармен. Келесі бізде ең қатты маған ұнаған тәсіл деп айтайын. АБЦД топтарға бөлу тәсілі деп көрсетіп қой. Апай осындай 4 түрлі тапсырма береді. Бұл жерде егер оқушының жауабында оқушыға берілген сұрақта В жауабы дұрыс болса, значит оқушы В тобына кетеді. Ал егер А жауабы дұрыс болса, оқушы А тобына кетеді деген сияқты тиімді тәсілдерді қолданады. Біз барлығымыз мұғалім болғандықтан білеміз. Біз өзіміз біліп тұрған нәрсені айтамыз да, оқушы 20 оқушы бізге 20 түрлі вариант ұсынуы мүмкін. Мына жауап дұрыс қой, мына жауап дұрыс қой деген сияқты. Сол кезде біздің өз ішімізде сомнение болып қалады. Мен қателесіп кеттім ба не деген нәрсе барлығымызда болады ғой, иә. Бұл жерде ең тиімдісі лайфхак деп айтайықшы. Мысалы, бұл сұрақ аралықты дұрыс табыңыз, яғни А әрпіне бастап тұрып, дұрыс жауапты А вариантына қоя салыңыз. Сонда сіз уже тұрақты көрген кезде бұның жауабы А вариант екенін білесіз. Мына жерде берілген теңсіздікті шешіңіз, бұның дұрыс жауабы Б варианты. Сол кезде сіз шатаспайсыз, сіз тұрақты көресіз, сізге бірден түсінікті бұның жауабы қайсы екені. Сіз қайта-қайта есепті не болмаса сұрақты тексеріп отыруға мәжбүр болмайсыз. Келесі, бұл жерде ширек бойынша видео көрсетті, сервис сәтіне пайдалануға болатын. Мына функциялар табу арқылы смайлик қай жерде тұр, соған байланысты балалар дене қимыл қозғалыстарын жасау қажет болады. Градустан штабында видео жасап, сол градус қай жақта сразу болады, ширекті анықтау керек болады. Математикадан беретін мұғалімдерге өткен тақырып ретінде сервис сәтіне қосып қолданылсын. Енді мен математика пәні мұғалімі ретінде зерттеу сабағында Бақберген ағайдың, яғни физика пәніне қатысып көрдім. Тура сол оқушылардың менде қалай отыратыны және физика пәнінде қалай өздерін ұстайтынын зерттедім. Енді ағайдағы ерекшеліктер пәнаралық байланысының мықты болуы, сосын фраер әдісі, мына тақтада көрсеңіздер, жұмыстың нәтижелері көрсетілген. Сосын тарихтағы сиқырлы сандар деп өзіміз ат қойдық, қазір оған мысал келтіріп кетемін. Және ағайдың әрқашан жаңағы квиз тесттарды оқушыларға жіберіп отырған лекция 11-ші сынып ОГТ-ға дайындық. Біз тек қана сондықтан қалайды, әрқашан жұмыста оқушылармен тоқтатпаудың арқасы және онлайн нұсқа талдаулардың көп болуы. Енді пәнаралық байланыс дегенде мына мысалды келтірсек болады. Тарихтағы сиқырлы сандар, яғни ағай физикалық есептерді тарихпен байланыстырады. Мысалы, Семей ядролық полигоны 1949-1989 жылдар аралығында болған. Осы полигонға қатысты есеп құрастырылған 456 сынақтың әрқайсысы орташа 100 килотонна болса, жалпы қуаты қандай деген сияқты. Яғни ағай әр тақырыпқа 2 есеп, 3 есеп қалай дайындап келсе болады, тарихи оқиғалармен байланыстыру арқылы. Бұл жақта оқушының біз несін дамытамыз, оның тарихқа деген деректерді тезірек жаттауы және физикалық мысалы. Физиканы жақсы көретін бала тарих сабағында жақсартып алады деген сияқты осылай лайфхактарды қолданды. Сосын фраер әдісіндегі оқушылармен жұмыс және оның нәтижесі суреттері. Фраер әдісі ағай өзі нұсқаулық береді. Мысалы, ортасында тақырып, мына жаққа анықтамасы, формуласы және мысалдар және оны қандай өлшем бірліктермен мысалдармен қолдануға болады. Сол нұсқаулық арқылы оқушылар топтық жұмыс жасайды. Бұл да оқушының сабақтан бөлек қызығушылығын арттыруға көмектесті. Енді тарих пәні туралы бізде апай енді мен апайдың тарих пәніне қатыстым. Жалпы тарих пәнінде қазіргі уақытта қайталауға сабақтар көп өтеді. Өйткені тақырыптар өтіліп кеткен осы уақыттың өзінде. Сол кезде мен қандай әдіс тәсілдер көрдім. Жаңағы айтқанымыздай бізде пәнаралық байланыс, оны ғылымда концептуальное обучение деп айтады, концептуалды білім беруді. Пәнаралық байланысты партия әдісі, мен қолымда тұрған партияға тоқталамыз. Және тарихтағы математиканың сандармен сабақтан тыс квиз-тесттер, бұл квиз деген талаптар. Біздің оқушылардың ең сүйікті фишкасына айналып кеткен нәрсе, тестке айналдырып отыр, тарихтың монополия ойыны. Бізде жалпы жаңа пәнаралық байланыс деп жатқанымызда, мысалға апайымыз математикалық сұрақтар қойып материалдар. Мен бірнеше несін апайдың материалдарын алып енгіздім мына жерде қойған сұрақтарын. Есептеп шыққан кездегі тоқтам саны ол бір какой-то тарихи оқиғамен байланысы болу керек. Жаңа айтты ғой Дина апайымыз. Мен физика, математика таңдаған оқушыларды қалай гуманитарларды қызықтырып, тарихты үйретемін олар. Өйткені олар тек қана физматты ғана тапсырмайды, тарихты оқу салады деген сияқты гуманитар пәндер болады. 20 балл, 10 балл деген сияқты.
И апайдың осы ұсынған әдісін анықтады. Сандарға байланысты бар. Оқушылар физмат осы сандар жақсы көреді. Сандармен жұмыс істеген ұнатады. Келесі, тарсия әдісі. Мына менде сонда біз үлгісі енді апайдан шығарып алдық. Тарсия әдісі деген енді жалпы осы соңғы 2-3 жылда тренд болатын әдістер, енді біразында қолдандыңыздар деп ойлаймын. Ол жерде тарсия әдісі не болады? Тарсия әдісінің мысалға белгілі бір сұрақтарға жауап беру арқылы енді паутина сияқты кете береді. Ең соңында бір идеалды фигура шығу керек. Ол да топтық жұмыс болып саналады. Оқушылар бірігіп жасаған кезінде бір нүктеден бастап, бәрі бір жерге фокус қойып сөзден бастап қана жатырса, онда топ жетістікке жете алады. Оны құрастырады. Ал егер топтың өзі біреу мына жақтан бастап, біреу мына жақтан бастаса, мына фигура былай құрастырылмайды. Ол топтық жұмысының осылай бір команда болып бір жұмыс жасаудың бір әдісі болып табылады. И өзіме ұнаған. Енді осы біздің қолданған әдістердің артықшылықтары туралы айтып кетсек. Жалпы біздің стратегиялық мақсат сол ғой, барлық пәндерді бірнеше мұғалімдерді біріктіре отырып оқушыны жетістікке жеткізу деп айтайықшы. Мысалы, жаңа факториалдар мен мектеп оқитын кезде математиканы мүлде жақсы көрмегенмін және факториал деген нәрседен мүлде хабарым жоқ болған. Просто қарапайым нәрседен шыққан есептер болды. Мен әрине ол есептерді өзім құрастырмаймын, мен Жанет апайдан көмек сұраймын. Сіздің оқушыларыңыз математикадан қандай амалдарды шеше алады, маған есеп құрастырып бересіз ба? Жанет апай маған бір 4-5 есепті күнде повторять етпеймін, маған 4-5 есепті кейде құрастырып береді. Зато мен оқушыларды бір секретіп аламын, оны да пайдаланамыз, мынаны да пайдаланамыз деген сияқты. И оқушылардың жауабы қате кетпес үшін, олар дұрыс жазу үшін мен де қандай амал қолданады деп Жанет апайдан сұрап жүремін да. Мұғалім өмір бойы оқиды деген нәрсенің дәлелі осы шығар деп ойлаймын. Мен өзім оқушы кезінде математикадан қашып кетсем де, бәрібір мына жаққа келгенде мен солар үшін тырысып жатырмын бір нәрсеге. Бірінші, біз қолданған әдіс-тәсілдердің артықшылығы мидың әрқашан жұмыс жасап тұруы. Балалар негізі бір 20 минуттан кейін уже сабақ басталғаннан кейін жәмелеп, маужырап, бастары шабырып бастайды. Сол кезде міндетті түрде осындай бір көңілін көтеретін әдістерді қолдануға тырысамыз. Дене қозғалыста болады. Дене қозғалыста болған кезде балалардың миы да ұйықтамайды. Ол түсінікті нәрсе және өткен тақырыптарға толықтай шолу. Мысалы, тарсия әдісінде де, монополия әдісінде де біз жалпы әдістер бойынша барлық тақырыптарды қамти аламыз да. Сол үшін жалпы айналым жасаймыз бүкіл тақырыпқа. Себебі бізде аз ғана уақыт қалды. Мен оқушылардың бастапқы тақырыптарды ұмытып қалған барлық пәннен білеміз. Соның барлығын араластырған кезде оқушылардың миында каша пайда болады. Сол хаостан шығу үшін біз осы тәсілдерді пайдаланамыз. Және белсенділік пен жылдамдық. Біз сұрақ қойған кезде жаңа плюс, минус, дұрыс, бұрыс деген сияқты нәрселерде оқушылар қимыл қозғалысы арқылы жауап береді. Бұл жерде оқушының бір нәрсеге ғана зейін қою, тарсияда да тура солай. Егер бір топтағы 3 оқушы 3 жақтан бастаса, онда ол фигура мүлде шықпайды. Егер барлығы бір фигураны ұстап, сосын соның жан-жағындағы 3 сұраққа жауап берсе, тағы 6 сұрақ пайда болады, сосын келесі 6-сына жауап берсе деген кезде, оны құрастыру өте жеңіл болады да. Бұл кезде бірақ оқушының қабілеті, топтық лидерлік қабілеті не болмаса жеке жұмыс жасаудағы қабілеті дегендері қаттырақ байқалады. Енді қорытындыда, яғни бұның барлығы не үшін жасалып жатыр, жаңа айттық, оқушының нәтижесін көтеруге. Енді мынау бізде төмен деңгейдегі оқушылардың нәтижесі, байқасаңыздар диаграммада, мынау электр тобының жақсылау топтан, мынау сәл деңгей төмендеу топтан, яғни екі оқушының нәтижесінде прогресс байқалады. Енді орта деңгейлі оқушылар бізде байқасаңыздар 35 балдан қанша 78 балға дейін көтерілген, ал мына 62 балдан 110 балға дейін көтерілген. Яғни бәрінде бізде плюс 40 балл қосылып отыр. Мынау соңғы нәтижелер наурыз СУБТ-дан алынған нәтижелер. Және жақсы оқитын топтағы оқушылардың, жақсы деңгейдегі оқушыларды 80-нен бастап 123 балға дейін көтерілген. Тоже плюс 40 балл. Және екінші топтағы оқушының балы 55 балдан 92 балға дейін көтерілген. Байқап қарасақ, барлығында плюс 40, плюс 30 балға дейін. Енді біз зерттеп жатқан оқушылар осы 6 оқушы болғандықтан осыларға ғана тоқталдық. Ал енді деңгейге қоспаған оқушылар да болуы мүмкін, яғни біздің қолданған әдіс-тәсілдер оларға көмегін берді деп ойлаймыз. Ана енді оқушылардың темпераменті және сабақта өзін ұстауы жеке жұмыс кезінде оқушыларға қалай әсер етті, топтық жұмыс және жүктік жұмыс оқушыларға қалай әсер етті және темпераментіне ол сай ма, сай емес па, сол туралы мұнда зерттеп жүргіздік. Аға енді өзінің ұсынысын айтып Ең сонда бізде мынадай жұмыстар болды. Үміт 1, үміт 2 деп айтатқанымыз. Үміт 1-дің сол деңгейі негізі мына жақта. Мен соңына ғана тоқталып отырмын. Мына бағытта көз жүгіртіп оқу нәрселер болады. Ең сонда ұсыныстарымыз бізде ең бірінші әртүрлі деңгейлі тапсырмалар. Міндетті түрде ең бірінші үнемі қалмайтын ұсынысымыз ол бізде
Екіншісі, оқушыға орта деңгейлі оқушыларға жұптық жұмыс, жоғары деңгейлі оқушылар жұптық жұмысының өте пайдалылығын көрдік. Өйткені олардың жанында жақсы оқитын оқушының қасына біз орта деңгейлін отырғызып, орта деңгейдің қасына төмен деңгейін отырғызып, сол кезде бір-бірін тапқан кезде, ортақ баға қоямыз дегенде бір-бірін тапқан кездегі именно сол жағын біз көбірек байқадық. Оказывается, жұптық жұмыс қаттырақ әсер етеді. Бәрі өзінің жанында достарына отырады ғой. И ол нәрсе кәдімгі сабақта влиять ететінін түсіндік, и соны ұсыныс ретінде қостық соңына байқағанымыздан кейін. Жалпы қазіргі ұстаздар осы біздің зерттеу жұмысымыз. Енді шынымен сұрақтар болса, арқылы. Қандай сұрақтар бар? Мына бізде алдарыңызда сіздерге наглядность дейді ғой енді. түсіндіріп беру сұраймын. Ол бізде жалпы бұл материалдардың да жіктелмейміз, біз кейбіреулерін ғана көрсете аламыз. Ол жақ бізде қорғаған мәселелерін ол жаққа көз жүгіртпесеңіз де болады. Екінші жақта біздің тағы да басқа қандай платформалар қолданамыз. Мысалы, Қазақстан тарихы бойынша қазір жасанды интеллект бар. Біз мысалы Бумун қағанның суретін шығарғымыз келеді деген сияқты. Сол кезде Леонардоға біз егер подача берсек, онда ол бізге лайық сурет шығарып береді, не болмаса, мынадай комикстер шығару, Тәуке ханды сөйлету, не болмаса, үш биді сөйлету, соған байланысты әңгіме құрастыру деген сияқты жағдайларда қолдансақ болады. Одан кейін барлығымыз білетін Canva-ды оқушылардың ішінде картаға байланысты көп проблема болғандықтан, соны қолдануға тиімдірек болады. Сонымен қатар астында физика және математика сабағы бойынша қандай әдіс-тәсілдерді қолдануға болады деген сайттар көрсетілген, платформалар көрсетілген. Жазылған платформаларды ашып қарап, өздеріңізге тиімдісін алсаңыздар болады. Бұл біз сіздер енді уақыттарыңызды бөліп кеткенде біз сіздерге қалай пайдалы бола аламыз деп ойластырған нәрселер. Әрине сіздерден де бізден де бұдан да көп бөлісетін материалдар бар деп ойлаймыз. Сұрақтарыңыз болса қосқанда болады. Чат ашып осы жерде тастайсың. Егер қажеттілік туындаса, я жарай тастай алады. Қажеттілік туындаса болғанда қазір полный жарақат қалай ыңғайластырып алуға болады деген жағдайға керек та. Жарай презентацияны тастайық, тараптың материалында онлайн вариантын істейміз. Енді бұл жасаған нәрсені біз жасамаймыз. Түрлендірмейміз сол болады. Мысалы енді бәріміз бәріміз бір-біріне жасаған мысалы жаңа біз видео қолданып жасаған деген сияқты соларды бөлісіп алып серіктік сәтін видеосы соларды алып қолданып істетсек болады. Бұл сабақ кестесі болып істелген. Бізде сабақтары негізі 11-ші сыныптарда ұбт-ға бағытталған деп айтсақ қой. Мысалы стандарт пәндері көбірек қойылған деген сияқты да. Қазіргі сабақты біз қолдана бере аламыз. Бізде оқу жоспарының ішінде үш негізгі пән, одан бөлек екеу, одан кейін түстен кейін қайтадан болады. Бізде түстен кейін расписание қайтадан қосымша болады. Түске дейін расписание болып жасалады. 5 физика, 5 математика деген. Негізгі акцентті оқушының ең көп пәнді физика, математикаға береміз, одан азырақ тарихқа, одан азырақ оқу саласына деген сияқты бөлінеді. Үште екі факультатив болады, үш жасында. Келесі бізде математика сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру тақырыбы бойынша баяндайтын Егентаева айтқан баяндайды. Көп кездерде бәрі маңызды. Осы әкімдегі көтерейік. Мен бастап жатқан бейнесін қазіргі хабарландыру жіберді. Егер сіздер артық кабинетке басқарған жағдайларда ол жақтан кабинетке жатады. Мен математика пән мұғалімі Егентаева Айжанқызы. Сабағында математика сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру туралы өзімнің зерттеуіммен бөлісетін боламын. Бізде бірінші өзім танысып кетсем, мен математика пән мұғалімі 9 жылдық еңбек өтілім бар, педагог сарапшы, ұбт бойынша дайындаймын. Және оқушылардың сабақ барысында сыни ойлау, логикалық ойлау және функционалдық ойлауын дамытумен арттырумен айналысамын.
Одан кейін авторлық бағдарлама жазу үстінде ол яғни жұмыс дәптері оқушыларға бағытталған, кітаптан бөлек оқушыларға қосымша жұмыстар. Енді функционалдық сауаттылық дегенді бәріміз білеміз. Функционалдық сауаттылық тек математикада қажет емес, ол барлық өмірдің саласында қажет. Ол дегеніміз оқушы мектепті бітіріп болғаннан кейін ол өмірге бейімделе алу керек. Тек біліммен емес, ол қарым-қатынаспен көрінеді, ол өзінің ептілігімен көрінеді, ол өзінің коммуникациясымен көрінеді. Соның барлығына біз мұғалім 40 минутта кішкене болсын, 1 минут, 10 минутымызды болсын бөліп кетуге көңіл бөлгеніміз дұрыс болады. Сол үшін мен осы тақырыпты өзіме алдым. Яғни, не үшін бұл тақырып өзекті? Қазір бұл тақырып өте өзекті, себебі білім беру жүйесі бұл қазір өмірлік жағдайларда, өзара тұлғалық жағдайларда қарым-қатынастар көп көрінеді. Сол үшін бұл тақырыпты біз қазақ тілі маманы болайық, математика болайық, физика болайық, барлығында қосқанымыз дұрыс деп санадым. Және қазір болғанда іскер ұтымды ойлайтын бәсекелестік өте жоғары дамыған. Мысалы, технология қанша қашта дамып жатса, адамдардан да сұраныс сол құрылым күшті болады. Яғни біздің болашақ ұрпақ ол біз сияқты технологияны жай меңгермеуі мүмкін, оларға талап өте күшті болды. Сол үшін бұл мамандық, бұл тақырып өте өзекті деп санадым. Және жаңа технология келіп жатқан сайын жасанды интеллект білеміз, жасанды интеллект оқушы сауаты барлығын жолына алады. Ол не істейді? Баланың ойлауын, өз бетінше жұмыс жасауын кішкене де болсын кедергі келтіреді. Сол үшін, тежейді. Ол тақырыпқа қандай жоспар құрдым? Мен бұл үшін 11-ші Б деген сыныбым бар. Сол сыныпты алдым, және ол сыныппен қандай жұмыстар жасадым. Мақсатым ол оқушылардың математика сабағында, ұбт-да мен математикадан сауаттылықтан беретін болсам, сол жақтан балын жоғарылап, және функционалдық өмірге бейімдеу үшін осындай мақсат құрдым. Жоспарым қандай болды? Енді мен математика сабағы менде 40 минут болатын болса, мен барлық сабағын бұл мақсатқа арнай алмаймын. Себебі менің мемлекеттік стандартқа сай, оқу бағдарламасына сай, менің өзімнің өту керек тақырыбым болады. Одан бөлек мен істедім 10 минутымды осы балаларға қосымша тапсырма берумен алыстым. Мысалы, менің объектім кімдер болды? Менің өзімнің оқушыларым болды. Мен оларды зерттеуім керек. Олардың деңгейлері қандай болды? Қызығушылығы қандай? Келген кезде бала қандай деңгейде еді? Оның кемшілігі, немесе білмейтін тұстары, немесе қиналатын тақырыптары қандай? Осыларды зерттеп алу маңызды болып, осы ұбт тапсырушы жас түлектерді мен білім деңгейлерін анықтадым. Бізде белгілі А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі. Төмен деңгей ма, ол қай жерде? Төмен деп қоя саламыз. Бірақ именно қайсы нақты қай тақырыптан, нақты қай жерден олар білмейді. Енді осы орындаушы 15 минут тақырыптан тыс мен бір есептер бере бастадым. Мысалы, есептердің типін былай көрсетейін. Қалай құрылды ол? Ол не үшін құрылады? Базалық бізде сауаттылық деп айтқанымызбен ол өзінің базалық білімін білу керек. Соны қолданып шығару керек. Математикалық сауаттылық тек логикадан тұрмайды ғой. Ол неден тұрады? Базалық білімнен тұрады. Сол үшін базалық білім тексеруге, одан кейін сол тапсырманы шығару жолын нақты сұрауға, одан кейін жауабын нақты табуға мен тапсырма бердім. Енді таныстырып өтейін. Мысалы, балалар сабақтан функция деген күрделі тақырыпты өтіп шаршаған кезде 10 минут тоқтатамыз. Мысалы, мынандай есептік беріледі. Мына купюраны бәріміз білеміз, балаға кішкене ақшаны көрсетсеңіз, ол кішкене бізге несін назарын аударып қалады. Тіпті адамдардың өзі солай ғой. 2000 теңгелік купюраның көлемін есептейді. Көлем есептеу үшін кез келген. Ода ұзындық керек, ен керек және биіктік керек. Бірақ сіз көріп тұрсыз, сол қағаз өте жұқа, оның қалыңдығын қалай есептейді, бала білмейді. Ол кезде мен істеп бірнеше, пачканы алып, өлшеп, сол пачкада қанша купюра бар, соған бөліп, бір ғана ақшаны, қалыңдығын, мысалы, 1,1 мм деп тауып көрсетем, сол bizde қызық болады. Демек, оның да бір қағаздың да шығыны бар ғой бізде кетіп. Соны есептеуге қызығады. Сөйтіп, оны бұл жерден бұл бала нені біледі, көлемді қалай істеу керегін біледі, әрі ақшамен қалай жұмыс жасау керегін білу. Келесі, мысалы, қазір таңда ең актуал тақырып ол пайыз. Мысалы, барлығымыз рассрочкаға немесе кредит аламыз деген сияқты. 200 мың телефонын ол бөліп төлеп алса жақсы ма, жоқ әлде өзі нақты ақшаға алса жақсы ма. Ол, мысалы, бұл былай істеген, 50 мыңын бергенде қалған 6 айға бөліп төлеймін дейді. Сонда ол оған қаншалықты тиімді болды, тиімді болмады. Көріп тұр, ол 24 мың теңге ол банкке төлеп тұр. Сонда ол өзінің ақшасын үнемдеуге тырысады, ойлануға тырысады. Бала өмірге бейімделіп жатыр ма, бейімделіп жатыр.
демек менің қандай да болсын кішкене де болсын үлесім бар деп айтуға болады. Келесі, мысалы мында шаршылар нақты математикаға сауаттылыққа келетін тақырыптарды көрсеңіздер болады. Мына шаршылардан периметр ең үлкен болады. Қалай фигура құрсам болады, ең аз үшін қалай құрсам болады. Және оның шарты бар. Яғни олар бөлек-бөлек тұрмау керек, жанасып тұру керек деген сияқты. Келесі бетті көрсек, онда мына балалар мындай екі вариант ұсыну керек. Бірінші алдынан тастайсыз сол сұрақты, одан кейін олар өздері вариантын көрсету керек. Дұрыс емес тексеріп. Келесі, мысалы мынандай шеңбердің ауданын айтамыз, бірақ ол қайдан шықты. Балаға жаттанды формула емес, ойлануға келетін есептер береді. Мысалы, мына жерден өздері шеңберді 16 бөлікке бөліп, оны бүктеп 40-40 қайтадан қалап, мынаны қарасаңыз, қандай фигура шыққанын өзіңізде көруіңіз мүмкін. Сол жерден ол дөңгелектің ауданын қайдан шыққанын есептеп таба алады. Сонда бала ойлайды, барлық нәрсе дайын емес, бұның бәрін біреулер есептеді. Оған дейін қаншама ғалымдар жұмыс жасады, ол жағынан кішкене өзі ойланады. Келесі, мысалы, ең қиын сіздерге математиктерге ауданның формуласын жаттату болуы. Параллелограммды білеміз, мынаның ауданын жатта десек, ағашта ұмытып қалуы мүмкін. Неге ұмытады? Бала ол параллелограмм деген фигураның қандай жерден шыққанын білмеуі мүмкін. Сол кезде біз не істейміз? Биіктік түсіреміз да, мына бөлігін мынаған жалғасақ, ол өзіне бастауыштан бері таныс фигурасын алып келеді. Тік-төртбұрыш. Ал баласын кез келген баладан сұрақ қойыңызшы, тік-төртбұрыштың ауданын қалай табады десеңіз, ол кез келген бала. Демек, ол сол формуланың қалай шыққанын, астына сұрақ қойып ойландырып жібересіз. Ол минут алады, болды, бала жақсы ойлануға жұмыс жасай алады. Келесі, мысалы ромбы. Ромбы деген не десем, суретін ғана салады бала. Ол қай жерден шықты? Ромбыны төртке бөліп, тік бұрышты үш бұрыш қарастырсаңыз болады, тік төрт бұрыш қарастырсаңыз болады. Осы ромбыны алып келесіз, түрлі түсті бөліп жегісті алдынан тастайсыз. Мұнадан қандай фигура құрауға болады, оның ауданын қалай табамыз? Демек ромбының ауданы осы жерден шығып тұрмайды деген сияқты ойлануға алып келеді да бұл сұрақтың бәрі. Мысалы, мынау трапеция. Тоже сондай қырқып алып жамап көрсетіп көресіз. Келесі. Мысалы, жазым құбырыш 180 градус. Ол неге 180 градус қойды? Біз сол 180 деп айта алмаймыз. Себебі дейміз-ақ мынандай үшбұрышты салып көрсетіп, оны қырқып, бір-бірінің қасына қатар қойып қоятын болсаңыз, онда 180 градустық құрайды екен. Сонда сіз үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қосыңызда 180 екенін әрі көрнекілік түрінде көрсете аласыз. Баланың есінде ол ұсаққа деп қалады. Мынандай да фигура. Мысалы, кубтың бір қабырғасын ұзартсаңыз, оның көлемі қалай өзгереді дегенді балалар көп жағдайда шатасу мүмкін. Ойланған кезде. Сол үшін кубты қанша есе ұзартқаныңызда екі есе қабырғаның бір ғана қабырғасы ұзармайды, бірнеше қабырғасы ұзаратынын көрсетуге болады. Осы сияқты мысалдар. Мысалы, міне қызық, балаға футбол қызық. Мысалы, мына жерде скейтборд қызық. Сосын мына жерде тұздар ғой, тұздың биіктігін есептеу. Сонда есептерді көрсетсеңіз, демек математика өмірден бөлек емес, ол математика біздің өмірімізде екенін түсінеді. Келесі функция. Балаларға функция дегенді түсіндіреміз, бірақ ол қалай деген кезде, мынаның қайсы функцияға жатады деп сұрасаңыз болады. Қай функция? Неге ол функция деп аталады? Сонда функцияның анықтамасы қандай дегенмен байланыстырып жүрміз. Сонда мен әр сабаққа 10-15 минут бердім. 10-15 минутта бала істеді, қызықты, бір сергіп алғандай болды. Сабақтан жалыққан жоқ. Біз бәрібір 40 минут бір аудиторияның назарын өзімізге аударта алмаймыз, мүмкін емес. Сол үшін бәрібір де сол 10 минутты балаға арнайтын болсақ, бөлек жеке. Ондай болса, ол өзіне сергіту болады, ойлану болады, әрі сабаққа дейін қызығушылығын арттыра алады. Сонда мен нәтижесінде не істедім? Кері байланыс алдым. Кері байланысты қараңыздар, 60% оқушы менімен бірге шығарып талпынып отырған, 40% бәрібір де сәл болса да қызығушылығы емес, қарамағандықтан сәл артта қалады. Олар не істейді? Мұғалім сәл көмектесіп жіберсе, оларда жақсы алып кететін болады. Осындай кері байланыс алдым. Сол жоспар қайтадан құрылды, себебі 100% болып берген жоқ қой мен мақсатым. Сол үшін мен қайтадан жоспар құруға тырысамын. Келесіде не істедім? Балалардан сұрадым, кері байланыс. Апаймен бірге орындау арқылы жеңілдетті. Өзіміз болсақ, неден бастарымызды білмейміз деп. Бірнеше мысал көрсетсем, бала оны кез келген жерде қолдана береді. Демек оны өмір бақи қолынан жетектеу керек емес. Бір-екі көрсетесіз, содан кейін алып кетеді. Қабылданған нәтижелер осындай. Бастапқыда осындай
не көрсеткен болса, математика сауаттылықтан келесіздер, логикасы және биде геометрия дегенді мектепте олар көп түсінбейді, ойлана алмайды. Сол кезде мынандай мысалдармен біз балымызды көтереміз, ойлау жүйесінде көтереміз, білімінде көтереміз, әрі қызығушылығын дамытамыз. Менің осы қорытындылай келе зерттеудің нәтижесінде осындай топқа бөлдім. Баяу қабылдап тек мұғалімнен шығаратын оқушылар болады екен. Одан кейін мұғалім түсіндірсе түсінетін, өз бетінше алып кететін оқушылар болады екен. Мұғалім көмегін күтетін, әрі қарай өз бетінше сәл қозғап жүрсем, ол өз бетінше шығара алатын және тек қана ешкімнің көмегінсіз өзі шығаратын бар. Бірақ оларды сынып бойынша пайыздық көрсеткішін өтетіледі. Сол үшін мына 3-ші, 4-ші категориядағы оқушылармен көбірек жұмыс жасауға тырыстым. Енді мен нәтижем осы математикадан сауаттылықтан проходной типі шекті балдан барлық асады, себебі ойлау жүйесі жақсы баланың. Ойлау жүйесі жақсы болса, ол өмірде де кез келген жерде ситуацияларда өзін алып шыға алатын болады. Менің мақсатым сол 10 минутымды бөліп, баланы өмірге де бейімдеу, сабаққа да қызығушылығын арттыру. Сонымен мен өзім де үйге барғанда бір нәрсе бітірдім-ау деп жата аламын. Рахмет назарларыңызға. Сұрақтарыңыз болса, бір сыныпта қанша болады? Бір сыныпта 17-18, 20-ға дейін болады. 5 минутқа сабақтарыңыз әлде Тармен болады. Яғни 80-ге шығады. 5 минутта бермейін сол. Бірақ бізде анандай бір сабаққа бір тақырыптан алып жатсаңыздар, соның келесі сабағында есеп шарты оқытырсам. Сонdan кейін ештеңе көрмейміз. Сұрақтарыңыз бар? Есептерін егер керек болса, сізге жаңа көрсеткен беріп қойсам, өздеріңіз көріп танысып, білетіндеріңіз болуы мүмкін, бұнан білгендеріңіз бар шығар. Ақша бересіз. Андай ғой, біз бәрін білеміз, бірақ жасамаймыз да, баға саласың. Сәлге болса жасасын. Қазір функционалды сауаттар. Алымандырақ, математика, информатика бағытындағы елеулі төмен ұлттағы жұмыс баяндайтын. Қан мәлік әдет мүмкін бар. Ете оған.
Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер. Кешірім сұраймын, енді кішкене бізде техникалық ақау болды. Менің есімім Сағындық Тазымхан, информатика пәнінің мұғалімі боламын. Саламатсыздар, менің есімім Расылбекұлы, тарих пәнінің мұғалімі боламын. Бізде қазір lesson study'дің тақырыбы бойынша біз 11-ші сынып алып отырмыз. 12-ші сыныбы бізде жалпы алған кезде бізде ми тобы болады, математика және информатика бағытындағы топтардан бізде 2 топ бар. Соның бірінші тобы бізде алға жылжытетіндіктен біз екінші топты алып отырмыз. Өйткені екінші топта төменгі деңгейлі оқушыларды жиналған, сондықтан екінші топты алдық. ОБТ бізге ОБТ-ны не үшін неге lesson study үшін ОБТ бағытына таңдадық біз. Нақты тақырыптар бойынша терең жұмыстарды, яғни бізде қажетті барлық қиын тақырыптарды алып, сол нақты тақырыптарды терең деңгейде өткізу үшін. Және де мұғалімдердің кәсіби дамуына үлес қосса да, кейбір мысалы сіздерге айтып сіздерге екі топ бар бізде. Егер де бірінші топпен жұмыс істейтін болсақ, біз сол бірінші топтың деңгейімен ғана жүріп қаламыз, және бізде төменгі деңгейлі оқушылар қалып кетеді. Сондықтан мұғалімдердің кәсіби деңгейі бізде, яғни төменгі оқушылармен жұмыс істеуге де бізде мүмкіндік береді. Келесі, оқушы білімдегі оқулықтарды анықтауға көмектеседі. Яғни бізде сабақ өткізіп жатқанымызда қандай оқулықтар жіберіп жатырмыз, балаға қалай түсінікті болады, солардың бәрін біз осы lesson study арқылы зерттеп білдік. Сабақтың сапасын жетілдіруге мүмкіндік береді, яғни ол да барлық бір-біріне байланысты, сіздерге күнделікті, яғни сол сыныпқа кіретін кезде міндетті түрде біз ақылдасып бірге отырып, бір қымызды дайындаймыз, сол қымызды бойынша өтеміз. Мұғалімдер арасындағы ынтымақтастық нығайтады, енді ол түсінікті, біздер үшеуміз бірге отырамыз, біздің сабағымызды бірге дайындағандықтан бір-біріміздің ойымызды тыңдап, бір-бірімізге
құрметпен қарайтын боламыз. Енді бізде мақсатта мынау 11-ші D сыныптарындағы үлгерімі төмен оқушылармен жеке және топтық жұмыстарды жүргізу, сонымен қатар платформалық ойындарды қолдану арқылы олардың оқу мотивацияларын арттыру, негізгі пәндер бойынша білім сапасын көтеру және ұбт-ға дайындығын жақсарту. Яғни бізде негізгі пәндер бізде ми тобы болғандықтан, математика, информатика тобы болғандықтан негізгі пәндерді математика, информатиканы алыңыздар және де бізде пәндер негізгі пәндер үшеуі бізде қалған екеуміз таңдау пәндері болғандықтан біз осы таңдау пәндерін алып, сонымен қатар Қазақстан тарихынан 20 балл болғандықтан Қазақстан тарихын таңдап алдық. Келесі бізде енді бізде білесіздер, lesson study'ді өткен болсаңыздар, осы бізде 4 кезең бойынша, 5 кезең бойынша жұмыс істейміз. Енді бірінші сабақты жоспарлау, яғни біз ортада алып қараймыз, бірдей сол сабаққа күндер алдында бір күн бұрын, болмаса бір апта бұрын сол бір апталық сабақты жоспарлаймыз. Өйткені біз сол топқа әрқайсымыз 8 сабақтан және тарихта бізде 4 сағат кіреді аптасына. Сол сабақтарды жоспарлау арқылы біз осы неге нәтижеге жеткізуіміз қажет. Яғни сол одан кейін сабақты өткізу бақылау. Бізде сабақты өткізу барысында мұғалім қажетті, мысалы информатика болса, информатиканы мен өтіп жатсам, 2 мұғалім келіп соны бақылайды. Мен сабағымды өте беремін, бірақ жаңағы төмен оқитын оқушыларды 2 мұғалім маған көмектесіп, соны талдаумен рефлексияда айтып береді. Яғни бізде қалай олар отырды, қалай жауап берді деген сияқты мен айтқанмен қалуым мүмкін, сондай сәттерде бізде 2 мұғалім өзі маған соны талдап береді. Енді егер де бізде осы 3 қадамнан өткеннен кейін ешқандай әсер бермейтін болса, біздің қолданған әдістеріміз одан кейін барып сабақты жетілдіру. Еске көшеміз. Сабақты жетілдіру әдісін өзгертеміз. Ол оқушыларға жарамайтын болса, әдістерді өзгертеміз және біз оны қайталау және тестілеу уақытына қарай көшеміз. Келесі принципте сабақты сабақты жоспарлауға нақтырақ көңіл аударатын болсақ, яғни әр мұғалім біздің пәні бойынша сабақты жоспарлайды. Белгілі бір пәндері бойынша негізгі тақырыптарды бөлу арқылы әрбір тақырыпқа оқу мақсаттары қойылды. Яғни жоспарлау бізде негізгі бөлім, кіріспе және де қорытынды бөлімден тұрады. Бұл жерде сабақты қызықтыру барысында оқушыларға ойын әдіс тәсілдері белгіленді және де әртүрлі платформалық ойындар және де тапсырмалары, ашық және де жабық сұрақтар және де презентациялар пайдаланылды. Және де бастапқы кезеңде осы сынып бойынша әрбір оқушының қазіргі деңгейімен күтілетін нәтиже, яғни әр сабақ бойынша күтілетін нәтижелер қойылып белгіленді. Және де сол бойынша жұмыс жасалды. Енді жоспарлау 2 кезеңге бөлетін болса, бұл кезде сабақты өткізуші мұғалім сабақты өткізу барысы және де қалған 2 мұғалім бақылаушы кезеңі ретінде 2 кезеңге бөлдік. Сабақты өткізу барысында мұғалім бірінші оқушыларды ұйымдастырды, екінші сабақтың жоспары бойынша сабақ өткізілді, оқушылармен практикалық тапсырмалар орындалды, және де кері байланыс алынды. Ал бақылау кезеңіне көшетін болса, әрбір қатысқан 2 мұғалім оқушылардың сабақтың önünde ұстау тәртібін және де сабаққа деген қызығушылықтарын, белсенділіктерін бақылау арқылы қалай отырғаны, соның барлығы бірге сабақта бітіргеннен кейін бірге талқыланып отыр. Ары қарай бізде lesson study'дегі соңғы және де ең маңызды этап бұл бізде талдау және рефлексия. Талдау және рефлексияда бізде бір-бірімізге мұғалімдер сабақтарымызға қатысқан кездегі оқушылардың қиындықтары мен олардың жетістіктері және де сонымен қатар сабақ берген мұғалімнің тиімді әдістері мен тиімсіз әдістерді қарастырылды. Осының ішінде бізде өзімізге оңтайлы келген және оқушыларға әсерін берген әдістерді біз саралап алып, әрқайсымыз сол өзіміздің сабағымызда пайдаландық. Яғни белгілі бір бағытта гуманитарлық пәндерде жемісін беретін әдістермен жаңағы бізде жаратылыс бағыттағы пәндерге әсерін тигізетін платформалар алынды. Сондықтан қазір біз сол сабақтағы әр мұғалім әр сабақта өзіне оңтайлы әдістерді қалай қолданғаны туралы айтып беретін боламыз. Алдымен бізде мынандай бөлшек болады. HQ, яғни қара, қолдан қайталан деген әдіс. Бізде былай, біз мектепте жаңа сіздерге бірінші топ айтқанда бізде алған бір парлы сабақ. Бір парда бізде 40 минуттан 2-ге бөліп аламыз. Біріншісінде бізде қарасаңыздар, қара деген бар. Қара деген сол мен бір сабақ бойы бізде білесіздер, ұбт-ға қара жазу бергендіктен біз үлкен көлемдегі тақырыпты өтеміз. Үлкен көлемдегі тақырыпты бір сабақта біз бүкіл таныстырып өтеміз. Бұл жерде бізде 3 тәсілді қолданамыз. 3 тәсілді бізде
Білесіздер, балдар бізде мен сөйлей бергеннен қабылдай алмайды. Кейбір балдар бар, қабылдап алуы мүмкін мен сөйлегеннен. Және визуалды түрде қабылдап алатын балдар бар. Видео көрсетеміз. Кейбір кезде менде мысалы информатикадан кодтау бар. Код жазу арқылы да көрсетеміз. Соның бәрін қалай кодтау керек, солардың бәрін түсіндіремін. Және де кейбір оқушылардың аудио арқылы немесе көшіру арқылы, ол көшіруге де уақыт береміз. Солардың бәрі болса бізде қара деген несінде болса, бөлімде болса, қолдан әдісінде мен екінші сабақта именно маған информатикада осы әдіс ыңғайлы болып тұр. Өйткені екінші несінде бізде практикалық жағын аламыз. Мысалы мен қазір Python'нан мысалы тармақталған бөлімін алатын болсам, тармақталған алгоритмді алатын болсам, сол сабақ бойы мен сол тармақталған алгоритмді түсіндіремін да, екінші сабағында, екінші 40 минутында мен балалар соған отырып практикалық тапсырма орындайды. Олар қалай жұмыс істейді, қалай оқылу керек, солар кодтардың бәрін біліп алу қажет. Енді қайталау әдісі бар, келесін көшіріңіз. Енді бізде қайталау әдісі, мына жердің бәрін түсіндірген. Қайталау бізде бекіту. Бекіту бізде көбінесе үй тапсырмасы беремін. Бізде квиз білесіздер, квиз деген платформа бар, квиз платформасын оны сіздер аттестацияға дайындалған кезде қолданған шығарсыздар, қайта тапсырасыздар, есте сақтап аласыздар. Өте тиімді, мен соны балаларға қолдандым. Осы бір тақырыпқа байланысты 100, бір бөлікке байланысты 200 немесе 150 бір сұрақ дайындаймын. Сол сұрақты мен үй тапсырмасы ретінде беремін. Өйткені екі күннен кейін болады да, сол сабақ келесі сабақ басталғанша, сол сабақты келесіне алып сол сабақты мына балдар құсап, мына попыткалары бар, 4 попытка, 8 попытка, яғни қайта тапсыру арқылы бұл 100%-ге жетеді. Яғни бірақ сұрақтан қате кетті ма, ол қайтадан тапсыруға міндетті боламыз. 100% бар, одан кейін сол тақырыпты қабылдап аламыз болды. Осы енді мына жерде бізде кейбір тақырыптарда менде мына жақта 100% қылғандар бар, арасында менде 100% қылмағандар да бар. Енді бұл оқушылардың деңгейіне байланысты. Приложение quiz.com. Осы бізде quiz.com арқылы домашний задание беруге болады. Сосын бір рет тапсыруға мүмкіндік береді сіздерге кейбір нелерде. Ал мен бұл бір рет емес, қайта тапсыруға мүмкіндік бергенде оқушылар алады да бұны қайта тапсыра береді. Кейбіреулері бар, мына жақта менде 4 рет, 8 рет, мына жақта мысалы 15 рет, 13 рет тапсырғандар бар. Кейбіреулер енді өздеріне байланысты, егер де 2 күн бойы тапсырылса, тапсырып қояды. Кейбіреулер бар, білесіздер, оқушылар әртүрлі келесі сабаққа қай кезде дайындалады. Сол күні түнде тапсырып дайындалады да, түн мен осыны тапсырып, түнгі 1-2-де отчетын жіберіп отыратындар бар дайындалған кезде. Енді маған осы былай айтқан кезде бір жоғары деңгейлі оқушылар емес, төменгі деңгейлі оқушыларға және орта деңгейлі оқушыларға осы маған әсерін берді жаттауға. Бізде ұмыт бағыты бойынша көп сұрақтарды бізде тек жаттаумен ғана. Жоқ, бізде практика бар ғой бізде. Практика бөлімде олар оны есе алады. Бұл бізде міндетті түрде просто жаттап алу үшін қолданамын сұрақтарды. Физика білемін, физика бізде математика бұл әдісті қолданамаймыз, өйткені олар есеп шығару керек бізде. Теория қолдануға болады. Бізде көбінесе білесіздер ақпарат деген бар, компьютер құрылғылары дегендер бар, солардың бәрін сол тақырыптарды меңгеруге қашанда көмек береді. Келесі менің математика сабағында ең жиі қолданылған тәсілім, ол менде 10 минуттық тест тәсілі. Яғни әрбір тақырыптан кейін сабақтың соңында оқушылардан тест алынып тұрады. Бұл бізде ұбт-ға дайындау барысында ең тиімді тәсілдердің бірі болады. Әсіресе төмен деңгейлі оқушыларға, себебі 10 минутта мен оқушылардан 3 сұрақ немесе тапсырма беру мүмкін, немесе тест беру мүмкін. Және де бұл тест тапсырмасын міндетті түрде оңайдан бастап қиынға қарай деңгейлері бойынша бөлдім. Яғни оқушылардың өзіне деген сенімділіктері арттыру үшін. Өйткені көп жағдайда төмен деңгейлі оқушылардың негізгі проблемасы олар математика менің төмен деп мүлдем тапсырманы оқымауы да мүмкін, және де тестті қалай болса солайынан белгілей салуы мүмкін. Сол себептен ондай деңгейді бастау арқылы оқушылардың өзіне деген сенімділіктері артады, және де бұл бізде әрбір сабақ сайын қайталанып отырғандықтан оқушыға дағды белгілі қалыптастырылады. Және де сол арқылы оқушының ұбт-ға деген тест тапсырмасын орындауға деген сенімділігі артады. Яғни бұл жерде біз негізгі мақсаты бұл бізде уақытты тиімді басқару болып табылады, және де шаршауды болдырмау, себебі көп жағдайда оқушылар 40 сұрақты тапсырма беретін болса, шаршау болуы мүмкін, және де
жаңағы айтылғандай өздеріне деген сенімділіктерін арттыру және де дағды қалыптастыру, күнделікті тест жасау арқылы дағдыны қалыптастыру. Тесттің нәтижесі мен тексеру барысында тексергеннен кейін қатемен жұмыс жасау міндетті түрде орындалады және де белгілі бір уақыт өткеннен кейін міндетті түрде соған ұқсас тест алынатын болады. Яғни қаншалықты оқушы ол тақырыпты қайтадан түсінді немесе түсінбеді тексеру мақсатында. Және де осы жерде әрбір белгілі бір уақыт сайын, ай сайын ұзақ көп сұрақтық тесттерді алынып отырды. Оларды тиімді пайдалану үшін, мұғалімге тиімді тексеру үшін зипрейт деген положенияны пайдаланып отырдым. Яғни ол оқушының негізгі мұғалімнің уақытын үнемдеуге тиімді тәсіл болып табылады. Ары қарай мен өзімнің сабағымдағы жалпы әдісімді қазір бөлісетін боламын. Бұл бізде интеграциялық оқыту, былай енді қысқаша айтатын болсақ пәнаралық байланыс. Менікі Қазақстан тарихы пәні болғандықтан, Қазақстан тарихы бізде қазақ әдебиетімен, сонымен қатар тағы географиямен, сол секілді математика пәндерімен байланыстар бар. Яғни пәнаралық байланыстың ерекшелігі, пәнаралық байланыс кезінде оқушы белгілі бір пәнде естіген ақпаратты екінші бір пәнде пайдалана алады. Яғни ол өмірде ол ақпараттың керек екендігі және ол бір-бірімен байланысты екендігін түсінеді, және де оқушы маған не үшін керек деген сұраққа жауап табады. Бұл жаңағы әдіс барысында және сабақты тек қана пәнаралық байланыста емес, өмірмен де байланыстыра өту қазіргі күндегі сол тарихтағы ұғымның қазіргі күндегі атауларымен бізде байланыстырып өтемін. Өзім сабақтарымда келесі слайдта бізде мен келесі слайдта енді бірінші бастайтыным бізде көбінесе БЗБ немесе БЗ деген, біздің заманымыздан бұрын біздің заманымыз деген ұғымды түсіндіру үшін мен математикалық мына бір координата жүйесін қолданамын. Ол жерде бізде минус шексіздік пен плюс шексіздік деген болады ғой. Яғни ортада 0 болады. Сол БЗБ деген кезде БЗБ бізде теріс тарап саналатындығын мен олай түсіндіремін. БЗБ теріс тарап саналады бізде 4, 3, 2, 1 деп, сол секілді минус шексіздіктерді бізде 5, 4, 3, 2, 1 деп саналып келеді. Яғни оқушыларға сендер біздің бағытымыз өзі математика бағытында болғандықтан олар оны түсінеді. Сондықтан координата жүйесінде сан қалай саналады деп айтамын. Үлгі дейін, олар теріс ретімен дейді. Онда БЗБ-да да бізде теріс ретімен саналады 5, 4, 3, 2. Ал енді плюс шексіздікте қалай болады? Нөлден былай қарай. Нөлден былай қарай оң санымен саналады дейді. Сол кезде мен тура БЗБ дегеніміз минус шексіздік деп жатсаңдар деймін да, плюс шексіздік бізде БЗ, біздің заманымызбен жатсаңдар ретімен саналады деп. Ал енді екіншісі біз географиямен өте қатты байланыстымыз. Байқағандарыңыздай, бізде географияда қайта аталатын жер атаулар бар. Мысалы біз географияда орталық Қазақстан деп пайдаланатын жерді біз тарихта Сарыарқа деп пайдаланамыз. Яғни оқушы осы жаңағы байланыстарды білу керек, және де бізде өзен көл аттары өте көп жатылады Қазақстанда, тура географияда секілді. Сондықтан география пәніндегі байланыстарды өзен көлдеріне жаттатамын және карта арқылы пайдалану арқылы бізде есте сақтауға көп әсерін тигізеді деп ойлаймын. Және де оқушыларға кейбір уақыттарда сабақта стандартты жүйеден біз ауытқуымыз керек секілді болады. Яғни стандартты сабақтан оқушы шаршап кеткен кезде оның өмірде көрген заттармен байланыстырамын. Әдетте Томирис деген патшайым бар бізде, патшайым. Сол Томирис патшайымның туған жылдары 570, БЗБ 520. Жаңағыдай БЗБ болған үшін теріс қарай есептеледі. Мен оны түсіндіру үшін әдейі айтамын. Томирис кім болған? Патша болған, хан болған, көсем болған. Ал Томиристің туған жылдары қай жылдар? 570-520. Ол патша болған. Сол үшін патша болған үшін ол Lexus 570 деген автокөлік бар. Сол Lexus 570-ті алған, өйткені ол 570 жыл болған. Сол үшін ол 570-і бар. Ал бірақ ол 570-пен келе жатыр, деп өздерін түсіндірем. Ол 50 жасында апатқа ұшырап қалды. Содан не істеді ол? Ол өмірден қаза тапты. Сонда ол жаттап алады, 570 бар, өйткені 570 жыл болған, 50 жасында қаза табады, сонда ол 520 жыл қаза табады екен деп өзі жаттап алған. Бұл әдіс өте қатты әсерін тигізді. Қазіргі уақытта мен кез келген сыныпқа кіріп, Томирис десем 570 деп тұрасыздар. Сондықтан, яғни өмірдегі байланыстар біз көбірек пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Ал енді екінші жағынан тарихи кинолар қазіргі уақытта бұрынғыдай емес. Бұрын бізде 2000-ші жылдардың басында тарихи кинолар аз болғанымен, қазіргі уақытта тарихи кинолар өте көп. Сондықтан тарих пәнін үйренуде енді үй тапсырмасы ретінде тарихи фильмдерді қарауға барынша, егер бар фильмдер болса, сол тақырыпқа байланысты қарауға беріп жіберемін. Ал енді тағы да ассоциация деген тарихта өте қатты маңызды рөл атқарады. Мысалы бізде 1841, 1835 тарихта, одан кейін 1845 деген даталар бар. Ол дата екі жаңағы тақырыпқа байланысты да, мысалы Жәңгір ханның істеген істеріне байланысты. Жәңгір хан 1835 жылы мешіт ашты дейді да. Ал 1835 жылы кім дүниеге келіп жатыр? Білесіздер ме? 1835 жылы атақты біздің тұңғыш ғалымымыз
Шоқан Уәлихан дүниеге келді. Содан Шоқан Уәлиханның ішінесі кім? Мұхаммед Ханафия. Содан мен айтамын, 1835 жыл кім? Жәңгір хан. Не ашып жатыр? Мешіт ашып жатыр. Неге мешіт ашып жатыр? Өйткені ол жылы Мұхаммед Ханафия түсіп жатыр. Мұхаммед Ханафия дүниеге келіп жатыр. Мұхаммед деген қандай есім? Діни есім. Дейді Шоқан туылған жылы мешіт ашып жатыр. Өйткені ол діни есім Мұхаммед Ханафия. Ал 1841 жылы Жәңгір хан мектеп ашып жатыр. Неге? Өйткені ол жылы болашақта қазақтың тұңғыш мектебін ашатын Ыбырай Алтын Сары дүниеге келіп жатыр ол жылы. 1841 жылы Жәңгір хан сонда мектеп ашқан екен. Ол жылы мектеп ашқан жылы туылған үшін мектепті Ыбырай да кейін өзінің ер жеткен кезінде мектеп ашады екен. Ал 1845 жылы ол Жәңгір хан дүниеден өтеді да бізде Бөкей Ордасындағы ханды жойылады. Ал ол жылы біздің ұлы ақынымыз Абай дүниеге келді. Сондықтан бір датаны олар екі рет бөліп жаттағаннан гөрі бір-біріне біріктіріп жаттаса, олар мына жақта 45 жылы Абай туылып жатқан кезде, мына жақта Бөкей Ордасында Жәңгір хан былай болып жатыр деген нәрсені байланыстыра алу керек. Сондықтан пәнаралық байланыстар өте көп. Одан кейін бізде әдебиет пәнінде бесеудің хаты деген бар. Естігендеріңіз бар шығар. Әдебиет пәнінде бізде 10 сыныпта шатаспасам бесеудің хаты өтіледі, мен шатаспасам, или 11 сыныпта. Сол оқушылардың есінде болғандықтан бізде бесеудің хатын біз ұжымдастыру деген саясатты ойлап жүрміз да, сол кезде оларға бесеудің хатын жаттау сәл қиындық тудырады. Сол кезде мен айтсам, әдебиет пәнінде бесеудің хатын оқыдыңдар ма? Иә, оқыдым. Не үшін жазылды? Ашаршылық үшін. Енді ол ашаршылық осы бүгінгі тақырыбымыздың әсерінен болған. Яғни ол ұжымдастырудың әсерінен болған деп пәнаралық байланыстар қосқан кезде оқушының басында бір тұтас жүйе пайда болады, яғни бір-бірімен байланысты формула секілді бір-бірімен байланыстырып шеше алады. Сондықтан одан кейін мен әріптестерім сабағына қатысқан кезде Қасымхан ағайдың сабағында атап айтқан кезде екеуміздің сабағымыз ұқсайды, теориялық бағыттар бар, теориялық жақтар ұқсас. Сондықтан мен Қазақстан тарихы пәнінде Қасымхан ағайдың әдісін қолдандым, өсесі әдісін мен де қолданып көрдім. Ол бойынша бізде тексттерді мен сәл өзгертіп жаздым. Мысалы, бірінші сұраққа қарайтын болсақ, индустриялану жылдары Қазақстанды зерттеген ғалымдар деді да, Губкин, Сәтбаев, Тұмнаков, осыны білмесең қиын еді жазбай әдейі шамдарына тек үшін. Ратылов, Пантусов, Қадырбаев, Айдос ағай, Нұрбек ағай, Денар ағай деп мектептегілер жазып қойған дейді. Сөйтсем ағалар екінші күні айтып берді. Кеше варианттардың ішінде сіз жүріп ағай дейді. Сонда қызық болды дейді, бірақ біз жауабын тауып алдық дейді. Сонан екінші бір текстінде де былай жазып қойдым. Яғни бұл тұтас тестті олай жасау керек деген сөз емес, бір 50 сұрақ істесек, 50 сұрақтың 2-3 сұрағы осындай ойын форматында. Яғни оқушы 50 сұрақтан шаршап кеткен кезде, ана сұрақты көрген кезде көз бақайып кетеді. Есін жинап алады, содан кейін ары қарай тапсыра береді. Яғни оның ішінде біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Қытайды келісім жасауға мәжбүр еткен кім дедім да, Айдос ағай деп жазып қойдым, тағы да Томирис деп қойдым, Қабанбай дедім да, Мөдебратан деп қойдым. Әдейі аналар өздерінің тілінде енді арасында брат тіл сөйлеседі ғой кейбіреулер. Соны әдейі ойын форматында Мөдебратан деген ғой Қытайды мәжбүр еткен деп сөйтіп. Мөде біздің ағамыз, мөде біздің ата бабамыз дегенді келтірдім. Ал келесісінде көшпелілікке көшу себебі деген сұрақ келеді бізге. Жалпы адамдардың ол серді қолға үйрету, су басуы, свет өшпаған соң деп әдейі жазып қоямын. Сөйтіп ішінде бірақ жауабы құрғақшылық болып шығады да. Сондықтан кейбір кездерде сіздерді тест жасаған кезде арасында осындай. Ойын форматында қылсаңыздар сергіп болады, сізге тартыла бастайды деген ғой. Жақсы, біз жалпы қазір деңгейлерін Қасымхан ағай таныстырып өтіп, жаңағы жұмыстың нәтижесі ретінде. Енді екі слайдымыз алды, енді екі слайд өткізесіздер. Енді байқау сынақтары бізде білесіздер, апта сайын бізде байқау сынақтары алынады. Бізде енді апта сайын байқау сынақтардың ең алғашқысы бізде 2 аптадан кейін алынған сынақ, яғни 19.09 кезде бұл сыныптың деңгейі 47.6 болған тұғын. Біз бұл сол кездегі екі топтың арасында екі алшақ бөлдік та, сонымен біз осы топты зерттеуге алдық. Енді 5-12 күні біз бұлар Юстадий орталығына барды, өздеріміз ұйымдастырып, мектеп ұйымдастырып апарды. Сол кезде деңгейлерін көтерілгенін көрдік, 62-95 болды. Және қаңтар уақытында, қаңтарды тапсырды бізде, 07-02 бұл қаңтар тест деп аталады, бірақ ақпан айында тапсырған 72-5 болды. Сосын соңғы тапсырғаны бізде 0-04 күні наурыз уақытында 75-2 болды. Яғни бұл жерде сәл көтерілу несі деңгейі сәл төмендеп қалды, бірақ мынау аралықта бізде соны жаңағы деңгей әдістерімізді жақсы қолданғандықтан бізде осындай жақсы нәтижеге жеткіздік. Енді қазір сіздерге тек қана біз бұл аралықта қолданған бір ғана әдістерімізді айтып шықтық, негізі әдістерді көп қолдандық.
Енді келесі ағай өзіңіз. Нәтиже ретінде 10-шы сынып сынауында бізде ақпан айындағы қаңтар оқуын тапсырған кезде ақпан айында бізде мектеп бойынша статистика жүргізіліп, оның ішінде 15 сыныптың ішінде 11 сыныбы ең көп прогресс жасаған сынып ретінде марапатталды. Яғни бізде 62-95-тен декабрь жаңағы желтоқсан айындағы қаңтар ақпан айында бізде 72-де 5-ке дейін көтерілді. Міне осының әсерінен 11-шы сыныбы марапатталды. Және сонымен қатар айта кететін жаңа байқасаңыздар қаңтардағы нәтижеден наурыз тобылдағы нәтиже сәл аз болған. Бұл уже С деңгейі немесе Б деңгейлі сұрақтар ассейтментпен сәл көтерілуі әлі қиын болып жатыр. Бірақ Лессинг стадия әлі аяқталып қалған жоқ. Біз әлі де олармен жұмыс жасап жатырмыз. Ұбт-ға дейін жалпы деңгей бойынша жұмыс жасаймыз. Бүгінгі біздің нәтижеміз осы. Сонда да жаңағы тыңдағандар үшін көп рахмет. Менің екі топ бар. Өзімде екі топ бар. Мұғалім сол. Екі топтың екеуімен үшінші класында. Бізде бірінші сондай топтарға бөлу сияқты бар. Жоқ, сағат кәдімгі.